Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ертеректе бір ауылда егіс науқанының қызып жатқан кезі болса керек. Отағасы кешкісін жұмыстан шаршап келіп, отбасымен бірге кешкі асқа дастархан басына отырады. Ол кезде балалары жас, әрі әкелеріне еркелеп, улап-шулап, әбден мазасын алыпты. Үйдегі жеңгеміздің тілінің қотыры бар, мінезі де шайпаулау екен. Балаларының шулағанына төзімі таусылса керек. Кетіңдерші, итше шуламай, зәрімізді ішкіздіңдер ғой деп шап ете қалады. Сол кезде жер қозғалса қозғала қоймайтын сабырлы отағасы ішіп отырған шайына шашалып қалады да, ашуланып, кесесін дастарханға төңкере салады. Орнынан атып тұрып, төрде ілулі тұрған қамшыны алып, әйелінің арқасынан бір тартып жібереді де, самаурынды далаға алып шығуын бұйырады. Далаға шығарғаннан кейін самаурындағы суды түгел төктіреді де, қайтадан су құйып қайнаттырады. Осылайша өзі қадағалап тұрып, 7 рет самаурынды қайнатып, қайтадан төктіреді. Содан кейін барып, қабағы жазылып, жеңгемізге қарап, есіңде болсын, бұдан бұлай ақ дастарханымызды арамдап, былапыт сөз айтушы болма. Самаурынды 7 рет қайнатып, төктіргенімнің мәнісі де сол. Самаурын енді адалданды деген екен. Содан кейін жеңгеміз абайлап сөйлеп, тілін тартып жүретін болған деседі.